Құдай үшін қойшы. Қой деймін, қыз. Алла! Алла! Бауырым. Құдай үшін атпаш. Бауырым, атпаш. Үніңді шығарсан қақ маңдайыңнан атам. Сен қыдар еме, сені. Айыңнан атам. Сені қыдыр жіберді ме? Соқыр қыдыр жіберді ме? Қайдағы қыдыр бауырым, тұр. Құдай, екі қарыз үшін адам өлтіруге болады екен. Үйге шабуыл жасауға болады екен. Қарбыз нес? Бауырым, Алла разылығы үшін. Ақшасын қайтарам. Тұр. Ақшасын шынымен қайтарам. Тұр дедім саған. Шынымен қайтарам. Түсінші. Мен қарапайым жұмысшымын. Мен де жұмысшымын. Не болып жатыр? Үніңді шыр. Мынасы нес? Не болып кетті? Мен де білмеймін. Так, говорите, что там общий шум? Білмейміз үшін. Не оқып жатырмыз қызым, түсінбей қалдық қой. Мынасы не істеп еркектер айтып жатыр просто. Берекесін қаша напармен сөйтіп. Атпа демеген өт, сонша күтіп өт жұрттар жатын екен қашан деп. Бытшыт болып күтті қайыр. Мен де білмеймін. Кет. Рашид сөйлеп кетті үш арасында. Не болып жатыр Ғафур мырза деп қатындардан кейін бере қойшы. Үніне өшірейік. Не болып жатыр? Осы жерде тез тоқтамай ұра беріп кеттік. Не болып жатыр? Үніңді өшір. Қане жүр. Итере бермеш бауырым. Жүр, ана жаққа барыңдар. Мынасы несі Ғафур мырза? Үніңді өшір. Мен де білмеймін, қарақшылар. Арасында ана Фадиктің сөздерін оқысаңдаршы, неғып отырсыңдар құрғырды. Фадик айтқан жоқ қой? Айтқан жоқ деген жоқ бұл жерде. По тексту ұра беріп пытыр етіп. Қалған ана Эльмира өзі ойып алады, миы ашып отырсын сосын. Әйелдер енді келеді болмай. Енді келеді. Читай свое, Кайрат, сначала, потом сын прочитает. Я же свое читаю уже здесь. Енді ты же уже... Асықсыз бейлей. Құдай сақтасын уже. Женщины, кеттік. Мен не істеймін, оқимын ба енді? У тебя все есть, заткнись. Алло. Как ты вообще со мной разговариваешь? Хорошо, сюда тогда приедешь. Заткнись дегенде, албасты. Никуда, потом работа до вечера. Давай. Чё ты там пищал, сидел, города? Кто? Ты, конечно. Вот теперь тоже заткнись, жена. Женщины просто. Не болып жатыр? Құдай, не болды? Не болып кетті? Мынасы несі? Так, теперь нос. Кет. Девочки, помолчите. Білмеймін. Қарақшылар. Бауырым, тыныштаңдар. Рашид деп жатыр енді, енді шықты осы. А, теперь кеттік. Тыныштаңдар. Рашид! Алла! Жүр. Алла! Фадикке. Ғафур аға! Үніңді өшір. Беттер жабық. Жанармай төгіп жатыр. Бауырым. Біздің өртегелі жатыр. Отырыңдар, шоламаңдар. Ғафур аға бірдеңе істеші. Бауырым, жалынам саған жақпаш. Бұған дейін мұнда өртене жасағам. Жаздығам. Кайрат, Ау. Рашида своего забыл. Где он? Вот он. Итере бермеш бауырым дегенді ма? Кет ол. Так, девочки, помолчите, ваши есть. Итере бермеш бауырым. Үніңді өшір. Жанармай төгіп жатыр. Ну, жанармай тоғып жатыр, сен айтшы, а то у Кайрата получилось так же, как и везде. Беттер жабық. Жанармай төгіп жатыр. Біздің өртегелі жатыр. Отырыңдар, шоламаңдар. Ғафур аға бірдеңе... Қандай күшті состав
состояние беріп тұр ма екен хаостың. Сразу кіріп кетесіз. Мен деген сразу жолдан келдім де сразу қара. Анда кейбіреулер бар да жолдан кейін келіп қойқысы мен шаршап тұрмын дейді. Менде ондай жоқ қой. Келем да сразу тек кірісіп кетем ғой. Мен деген сондаймын ғой. Тұрсың ғой сіз. Мен дегенде ғасырда бір туатын немін ғой. Өзің сондай сенімсің. Мен деген мен он Тұнып тұрған лирикамын ғой деші. Сіз кімсіз мен тұнып тұрған лирикамын деді. Охранникке. Охранник. Замыкание болған шығар. Охранник вообще түсінбей. Ау? После жақпаш. Бауырым жалынам саған жақпаш. Бұған дейін де мұнда өртене жаздағым. Бауырым, жақпаш өтінем. Мұна жер лаулаған өртке оранған. Алла разылық үшін өртемеші енді. Аузыңды жап. Өртемеші. Сөйлемеңдер. Бауырым сенен, жалынам. Жап аузыңды. Бауырым сенен. А что, осыған дейін өртеніп кеттің жер десе. Онда қайттық. Бауырым, жалынам. Аузың жап, сөйлемеңдер. Жалынам. Аузың жап. Айтқанды тұтсасында салдырғы атыңдарды. Аузың жап. Айтқанды тыңдасаңдар ешкімге ештеңе болмайды. Тыңдамасаңдар, мұна жерде өртеп жібереміз. Ақылды болыңдар. Мырза жақпаш, мырзам. Мырзам. Осында күтіңдер. Біз жалшымыз ғой, бауырым. Мырзам. Мырзам. Мен дакенсіз жері. Қалдар қалай, мырзам? Аулендер аман ба? Мамдар қалай? Тыныш деш. Кеттің. Жақпаш, мырзам. Тыныш. Біз жалшымыз деп айтып отыр. Тыныш. Біз жалшымыз ғой, бауырым. Ғафураға бірден істе деп тұр ғой. Ғафураға бірден естеші. Айғайламаңдар. Бауырым, мыналар бізді өлтіретін болды. Еркісін алайын ба, еле өзім алай берейін ба? Құттай кемін атырасың ба? Сіз жандай қойшы, еркісіге де нехіп кетесіз ғой сразу. Мен Не болды? Сендер кімсіңдер? сөйлеме, отыр мұнда. Сендерге не керек? Отыр деймін. Бұл жерде не іздеп жатырсыңдар? Әшекейлер қайда? Менде ешқандай әшекей жоқ. Қазір көреміз. Аднан, Ләйлә. Отыр дедім. Таптым бар екен. Сейфтердің кілті керек. Кілттері қайда? Таптым. Кілтті қып аша берді сейтті. Ha? Кілтті сейтті аша берді.
Екіншісінің кілті қайда? Басқа жоқ, ал, кетейік. Кетер алда, бір отырып алайық жолға шығар алдында. Баланы да мешокқа салып. Апа дейді мынау. Апа. Тез кеттік. Келдік. Бәрін алдыңдар ма? Бәрін алдыңдар ма? Алдық. Тамаша. Сейфті мұнда қой. Қане. Мініңдер кетеміз. Келіскен жерге кеттік. Сонда кездесеміз. Мініңдер кетеміз. Келіскен жерге кеттік. Сонда кездесеміз. Болды, кеттік. Қане, кеттік. Ал жақсы, алла жар болсын. Келесі кездескенше құдалар десе. Қызал ол сөйтіп келетін болса. Тоқта. Тоқта. Қозғалушы болма. Қолыңдағыны таста. Саған қолыңдағыны таста дедім. Ғафур аға. Рашид. Рашид. Қане, қаруыңды шығар. Шығар қаруыңды. Таста. Қане, жерге таста. Осында тұр. Осынан қозғалсаң, шімірікпестен атып тастаймын. Түсіндің бе мені? Қазір полицияға хабарлайын. Ғафур аға, амансың ба? Ештеңе болмапты. Деген жоқ, тайып кетті. Оқты көрдім. Себді ханымды атпадым екен. Қыз Алла сақтасын. Алла сақтасын. Оқты осында атты ғой. Себді ханым емес. Аналар осы жерде маған қарап тұрғанымды көріп, маған қарайтты. Алла жанын сақта. Бізге көмектесе көр. Бізге өзің жар бол. Алла мені қызым үшін аман қалдырды. Ғафур аға. Қош! Ғафур аға деп, Ғафур аға деп. Ғафур аға. Қош дейді. Ғафур аға деп. Данияр менің атым, Данияр десе. Шыдаңдар, аз қалды. Ешкім білмей жүрсем, әкшін атын. Қош! Қош! Әдем шықты. Келген образға кіріп оққаным шығар. Сіз сияқты болғым келеді. Ей, сен бола алмайсың. Жоқ, болмаса да. Жоқ, таспай ақ керек жоқ. Оны не қыласың? Текстін қара, жалпы бұлай нелеріңіз алып атыр. Қой дейін. Алып атсың ба? Қорықпасын. Сізге ұқсап келатқан сияқты. Ұқсамасам, тумағыр. Сен вообще кіріспей ақ қойшы, болды ғой енді. Саған біреу сөйлеп атқан жоқ қой? Біз Нұрсұлтан екеуміз өзара сөйлесіп атырмыз ғой. Осы қисқанға құстырылып кіріспей вообще. Жақтан дейді ғой кәдімгідей. Сағындың ба мені? Дура. Я спокойно было. Без тебя очень спокойно. Слушай, а у тебя прямой эфир стоит. Ты что, дрыхнешь, сидишь? В смысле дрыхнешь? Я думала, ты хотя бы на прямом эфире не дрыхнешь. Ну, не гелектор, но... Это же твое, ж не мое. Полностью. На. Ей, сәм, кімне? Чеснок бас? Келіп сәлем бер, сен бәрі сұрап атыр. Да, саламатсыздар ма? Кеше Чимкентте де сұрап атыр, чеснок басың қайда деп. Шрек, не спи, зараза. Білмей қалдым, маған лақтырып әйтпесе. Білесің ғой, ондай нәрсені басымнан көтермейтін. Басына тиіп болғаннан кейін. Кет, ладно. Ей, қойшы деймін. Қайрат, бұл
Не нарывайся, не нарывайся. Шақша. Қош еніп тұрмын. Ғафур аға да Ғафур аға. Adnan, тоқта. Жоқ. Мен айтайын ба? Силахна дейді. Кетті. Как не вовремя. Неге шықты бұл? Шып-жыңдап шықты. Біздер Алматыдамыз ғой, Алматыда. Жоқ. Енді сен маған тапаншаңды бер. Тапаншаңды жерге таста, әйтпесе баланы атам. Тастадым. Тиме. Балаға тиісуші болма. Оның ешқандай жазығы жоқ. Бейгүнә бала. Қалағанның бәрін ал. Тек баланы берші. Өтінем. Баланың аман болғанын қаласаң ақмақтық жасама. Баланы жібер. Аднанды жібер. Саған жібер дедім. Кім атты? Зüleyxa. Зüleyxa атты. Мына қатындар жан-жақтан Вооруженный жүреді екен. тірі адамдардың бәрін ешкім қалдырмады, бәрін атып отыр ғой. Зüleyxa. Әпке, не болды? Зüleyxa, не болды? Балам, күнім. Не болды, әпке? Зüleyxa. Қорықпа, балам, қорықпа. Келдім, балам. Зüleyxa. Қорықпа, балам. Мен келдім. Қорықпа, күнім. Қорықпа. Кел, сені жатқызайын. Жарай ма, құлыным? Күнім менің. Жат. Ұйықтайық, балам. Жарай ма? Жата ғой, балам. Қане, көзіңді жым. Жым, күнім. Олла, мен не істедім? Аттым. Адамды аттым. Алла, мен не істеп қойдым? Не істедім мен? Адам өлді. Мен өлдірді. Жарайды, сабырет. Зüleyxa. Мен өлдірдім. Жоқ. Сен балаларың бар. Сен түрмеге қамалмауың керек. Балалар әлі кішкентай, Зüleyxa. Тыныштал, есіңді жи. Мен қамалам. Оны мен өлтірдім. Түрмеде мен қамалам. Сен балаларың кішкентай. Жарайды, қане сабаңа түс. Ешкім де түрмеге түспейді. Сабырет. Түрмеге ешкім қамалмайды. Түсіндің бе? Сен де, мен де ешкім қамалмайды. Тыныштал, есіңді жи. Мен қамал. Сенің балаларың бар. Тыныштал. Да, я знаю, просто она мне поднялась, что отвлекла. Мауым керек. Тыныштал, есіңді жи. Әбет жоқ па деп сұрап отыр халқым. Осыдан кейін. Ау. Әпке дей салшы. Әпке. Әдемі қатынның бір ұлы, екі ұлы, бір қызы бар. О, қалайсың? Братчан, что ты у тебя руки холодные? Кіммен сұрап? Ана қыз жылытпайды ғой сені, бірақ бір жағынан. Қайрат, сырымды қышып алма. Сырымды қышып алма. Тыныш қана Тыныш қана
ойбай, құс. Жатайық деген әңгіме. Нұреке не болсын? Ой, кеш уақыт болып жатайық. Тәті жұмысқа келу керек деп сөйтіп жатыр. Қарны ашқаннан бар ғой. Әлсіреп барапты менке талып қалатын сияқты. Уа, дейсің ба? Так, кетті дальше. Сен жүдеп кетті деп отыр әдемі апай. Неге? Соның бәрін біліп, енді бәрін айту керекпін ба? Неге деп сұраса? Мен солай болып ауырып жүрмін. Ауырып жүр, андай нан жей алмайтын ауру бар ғой. Екеуі не істеп жүр? Не екеуі? Қылмыстық. Бұлар қылмыс әлемінің екі патшайымы болып кетті ғой. Самозащита болды, полиция Сот жақ полиция шақырып. Екеуі адам көміп жүр. Үйге нападение жасады. Біз қорғандық деген әңгіме. Баланы алып қашты, сол кезде мен аттым деп айтуға болмай ма? Жайда правильный, бұнда кезде неправильный. Одан сайын балықтырып жібереді ғой. Құрып кеткір, қарақшылардың бізге не істеткен айтсаңшы. Мұна халімізге қарашы. Бұлар қарақшы емес екен. Бәрі фикреттің адамдары. Оны біреу көріп қояды. Сол түсіріп тұрмын жүр. Түсіріп тұр. Шермин бар. Шермин будеш, Шермин ұйықтамайды. Көмектесекке. Көмектесекке. Зüleyxa. Зüleyxa, біз не істеп қойдық? Тынышталып ке. Болды. Бұл жағдай осымен бітті. Түсіндің бе? Бұл біздің сырымыз болады. Жарайды. Не болды? Біздің сырымыз болады. Жарайды. Бұл екеуміздің сырымыз болады. Өміріміздің соңына дейін арамызда сыр болып қалады. Жарайды. Сырымызда бітпесін деп екеу бір бетін айтса. Жарамызда бітпесін деп. Қуып кетсе батынде, речкең жағасында. Қылмыскер мені, сырымызда бітпесін. Аднан өз алдында. Бастап берсе Басқа сериямен қуып кетсе екен. Шетел асып, 73 жылдан 2001-ден бір-ақ шықса, 2020-дан бір-ақ шықса. Әрі қарай кеттік. Бес бет қалды ма? Уже до того андай сериал басында күшті барды да, уже соңында уже іріп кетеді ғой, уже оқығымыз келмей қалады ғой. Түккі қызық қалмады, 4-ші сезон мүлдем балықпа дейді. Тіпті қызық емес. Сериал қызық емес, ана режиссердің түрі анау, в общем, бәрі андай давление да. Ол бәрі влиять етеді да. Көптісінің жағдайды. Қорқытып ұстап отыр десеңші. Осылай өмір сүріп, бізді қорқытып ұстап отыр. Паспорттарымызды алған. Подвалда. Подвалда паспортымыз ұстап алған. Уже 11 жыл болды, үйге жіберген жоқ. Кеше баламыз оны дейді, 14-темін дейді. 14-тем дейсің ба? Жарайды. Біз мұндамыз. Дыбыс жоқ. Терезені сындырып шығайық. Кетті ме екен? Ей, бауырым кеткен болса, Серда ханым келіп бізді мына жерден шығаратын еді ғой. Не алжып отырсың, қайда сұрақ қойып? Жапшы аузыңды десе. Ғалижан? Ғалижан дұрыс қойды. Ғалижан ағай. Андай буквалар неге? Карьераға кетіп осы жақта отырса.
Кореяға кеттіңдер ба? Жет амай қалып жүрді. Мен үлкен кісінің дауысы екен ғой. Мен айтайын ба, Нұрс айтысын ба? Ну, ты так его читал же? Оқысын. Кетті ме екен? Ай, олар кететін болса, қане? Кетті. Бауырым деп айтаман, үлкен кісіге кетті. Рашид вообще не істеп. Мультиктегі шал сияқты қойшы екен ұрып жазып қой. Зімбір қос деген. Сол ма? Кардамон шаш. Ле. Көтте дұсы. Не кардамон шаш. Зімбір қос. Кетті ме екен? Әй, бауырым кеткен болса, Севда ханым келіп, бізді мына жерден шығаратын еді ғой. Есікті ашатын еді ғой. Фадик. Мұнан постоянно жүріп. Шашы жалбырап алып. Мен айтты дерсің. Ашатын еді ғой. Жағдай қиын. Біздің студиямызға белгісіз кейіпкер келіп отыр. Жалпы басыңыздағы өткен оқиғаны бізбен бірге бөліссеңіз қалай болды? Неге осындай жағдайға түстіңіз? Көрсетуге бас тартып отыр. Студияға келгесін түрін көрсетуге бас тартып отыр. Келісті, 5 мың беріп еді, келісті. 5 мың беріп еді, келісті. 5 мың ба? Қайрат, қойсын ба жоқ па? Қойсын ба жоқ па? Не дейді, Фатик, не дейді? Олар Севда ханым өлтірді. Өлтіріп кетті. Бітті өлді қалды. Кеттік ал. Олар Севда ханымды өлтірді. Өлтіріп кетті. Севда ханымды атты ма екен? Құдай үшін қайдағын айтпашы, Фадик. Фадик. Атпашы. Аңдатты ма екен? Құдай үшін қайдағын айтпашы, Фадик. Осындайды қайдан шығарасың? Ғафур аға, Севда ханым тірі болса келіп, есікті ашатын еді ғой. Білесіңдер ме, Севда ханымды да, бала шағамды да бәрін алып кеткен сияқты. Бәрін. Бауырым, ауыздарын қандай жаман. Қайдағын айта бермеңдер. Тынышталыңдар. Жоспар құрып отырмыз ғой. Алла, бәрін өлтіріп тындыңдар. Еттіңізші. Атпай бастар ба? Алла. Бәрін өлтіріп тындыңдар. Ешкім өлген жоқ. Олар маған ғана оқ атты. Тыныш. Біреу келе жатыр. Метума, енді бізді өлтіреді. Бізді де атады. Сен қожалықтың басқарушысың ғой, көріп келсеңші, бар. Ғафур ағам, Ғафур мырзасың ғой. Ғафур мырзасың ғой, бар, қарап кел. Жарай түсіндік. Өтінем. Қожалықтың басқарушысы сенсің, сен Ғафур мырзасың, бар, көр енді. Үлкен ханымым. Аллаға шүкір. Үлкен ханымым. Үлкен ханым. Аман саусыңдар ма? Иә, шүкір. Аманбыз. Севда ханым аман ба? Аман. Балалар қалай? Олар да ма? Аздап қорқып қалыпты. Бірақ аман. Араларында жаралы адам бар ма? Ешкім жараланған жоқ. Жоқ, үлкен ханымым. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, аман есеміз. Бізді тірідей өртей жастат үлкен ханымым. Иә, үлкен ханымым, менің сұлуым рас айтады, сәл болмағанда біз тірідей өлтірейтінен. Өртейтінен. Тірідей өлтіретінен дейсіз бе? Тірідей өлтіріп бар, өртейтінен. Иә, үлкен ханымым, менің сұлуым дейді еще. Ой, басыңның аттасын. Менің мырзам, Демир мырзам. Менің мырзам. Алоңа пало. Алоңа пало. Палоңа сало, салоңа дало. Алоңа пало.
Ой, господи. Жоқ. Мен сенен әкеп қояйыншы орнына. Аллаға шүкір, аман есенбіз. Біз... Қайрыч. Кеттік, чуа. Бізді тірідей өртей жастап үлкен ханымы. Үлкен ханым, менің ұсылуым рас айтады, сәл болмағанда бізді тірідей өртейтін еді. Қайдан ғана өртесін? Ондай ештеңесі жоқ. Асыра сілтеп тұр. О, бастан байбалам салып жатыр. Біз мұнда сабыр сақтап, күттік. Жағдай біздің үйден басталды. Келді де, ең алдымен мені кепілге алды. Жатын бөлмеде төбелестік. Содан соң 15 адам мені осы жерге алып келді. Бәрімізді осында қамады. Мен мыналарға байбалам салмаңдар, салқын қаныңды болыңдар дедім. Салқын қанды болыңдар дедім. Яғни біз мұнда байбалам салған жоқпыз. Сабыр сақтап отырдық. Иә, бәрі жақсы. Жарайды, Ғафур, жарайды, кейін айтарсың. Жарайды, бәрі аман болғанына шүкір. Аллаға шүкір, аманбыз үлкен ханымым. Аллаға шүкір. Бәрі артта қалсын. Рахмет. Кеттік. Рахмет. Аллаға сансыз шүкір. Бәлекет артта қалсын, жүріңдер. Бәрі артта қалсын, жүріңдер. Рахмет, Алла разы болсын. Рахаттанып ұйықтаңдар, жарай ма? Қаншақты шыған келгенін қарай салыңдар. Жақсы ма? Жарай ма? Мақұл. Қаншалықты шығын? Созақтан келген бе? Жарай ма? Бәрін қараңдар. Барыңдар. Әпке. Кел, әпке, кел. Бәрі келіскеніміздей болсын. Жарай ма, әпке, жарай ма? Алло. Командирмен сөйлесейін деп едім. Командир, бұл мен Зүлейха Яман. Бізге шабуыл жасалды. Үйімізге қарақшылар шабуыл жасады. Әке, Фикірет таптың ба? Табуын таптым ғой, тек ұстай алмадым. Қалай сонда? Қонақ үйде емес пе екен? Қонақ үйде болыпты, бірақ біз барам дегенше. Біз барам дегенше қонақ үй кетіп қалыпты. Біз барам дегенше кетіп қалыпты. Сонда ешкімге ештеңе айтпаған ба? Ешкім ештеңе білмей ме? Ешкімге хабар берместен кетіп қалыпты. Заттары да сонда тұр екен. Алып кетпепті. Тіпті ақшасын да төлемепті. Ешкімге хабар берместен апыр-топыр кетіп қалыпты. Түсінікті. Қашып кетті де. Қашып кетті. Енді қайда барады екен? Не істейді? Сеніңше Германияға кете ме? Қайда кетсе онда кетсін. Енді онда шаруамыз жоқ. Оған кел, болашақтан қамын ойлайық дедік. Кел, ашуыңды ұмыт, бақытты тыныш өмір сүр дедік. Айтқан сөз тыңдамады. Бұл жолды өз таңдады. Шешім қабылдағанда бірдеңеден бас тартасың. Ал енді ол таңдаған жолмен өзі ғана жүреді. Өзінің де, біздің де бәрінің обалына қалды. Өзінің де, біздің де бәр. Таңдаған жолмен өзі ғана жүреді. Өзінің де, біздің де бәрінің обалына қалды. Мына уақытта тыныштық бар. Алло. Сәлеметсіз бе басшы мырза? Бір жағдай болды ма? Бір минут, Әли Рахмет мырза. Пырза болып кетті, пырза. Бір минут, Әли Рахмет мырза. Алло, Әли Рахмет. Лүтфие. Ой, мен екем ғой, Фекеле. Жоқ, не? Әли Рахмет. Лүтфие. Фикірет екеуміз бөлімшедеміз. Осы жаққа келе аласың ба? Жоқ. Аласың. Бөлімше, Қандай заттарыңыз жолды, Зүлейха ханым? Бір сейфіміз бар еді. Кішкентай сейф. Ашалмаған соң өздерімен алып кеткен сияқты.
Одан басқа маңызды ештеңе жоқ. Қанша адам еді? Қанша адам еді әпке? 10-15 адам болған сияқты. Бірақ сенің демеспін. Қорыққаннан есімде қалмапты. Түрлерін көрдіңіз бе? Жоқ, көрмедім. Беттерін жауып алған, орамалмен жауып алыпты. Осындай уақытта жеке-жеға шабуыл жасапты. Мұндай жағдай Чукоровада көптен бері болмаған еді. Сіз шабуыл кезінде мұндай емес пе едіңіз, Зулейха ханым? Сіз шабуыл кезінде мұндай емес пе едіңіз, Зулейха ханым? Жоқ, емес едім. Келгенімде бір-ақ адам болды. Ол Севда әпкені атпақ болды. Мені көріп, сасқалақтағаннан қашып кетті. Кет бара жатып, мына сөмкені түсіріп алды. Атпен бе? Иә, мына жақтан қаш. Ой, мына жақтан шықты. Иә, мына жақтан шықты. Севда ханым. Иә, солай болды. Ол адам атқа мініп қашып кетті. Сосын мен көмектесіңдер деп айғайлап едім. Маған қарай оқ атты. Сосын Зулейха келді. Әлгі адам қайғай салды. Ал ол атына мініп қаша жөнелді. Не болды? Қашып бара жатып, бірдеңені құлатып алды ма, тастап кетті ме, білмеймін. Болды, сабыр ет. Болды, сабыр ет. Біз бөлмемізде жатқанбыз. Дәлізден дыбыс шыққан соң барып қарадық. Рашид. Ғафур дейді. Ғафур ғой дейді. Рашид деп қойды. Рашид деп қойды. Ғафур молчит. Жоқ, Ғафур сөйлеп отыр. Қарадық. Жоқ, Рашид сөйлеп отыр. Сөйле. Бауырым алдымен есікті ашып қарадық. Қарасақ, қолына қару ұстаған бір адам тұр. Содан Бізді қораға сүйреп апарып, жанармай төкті. Иә. Біреуінің үнің шықса, қорамен қоса өртеп жібереміз деді. ант етейін, командир, бізді